Қайырлы күн. Бүгін алатау салатын жасайтын боламын. Колбасаны, сырды және де қиярды дәл осы видеодағыдай үшбұрыштап турап алатын боламыз. Барлығын ыдысымызға салып орналастырамыз. Келесі кезекте қиярларымыздан кейін тұздалған қиярды қиғашынан тураймыз. Барлығын ыдысымызға саламыз. Екі қызанақты да дәл осылай үшбұрыштап турап салатымызға салып аламыз. Келесі кезекте салат жапырақтарын қолдың көмегімен жыртып салатын боламыз. Менде шпинатымды салып алғаннан кейін екі жұмыртқаны да үшбұрыштап турап салып алдым. Үстінен аз ғана тұз салып, майонезді молынан салып, жақсылап араластырып, салатымызды тарелкамызға орналастырып, үстінен чечил сырын дәл осы видеодағыдай салып аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын, өте керемет болып шығады. Дәл осылай сіздер де жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.